Қанша тефтели бересіздер балдарға? 17 ұлт өкілі білім алуда. Балдарға 2 тефтелиден осылай бересіз бе тамақ? Алтын белгіге үміткер оқушылардың бірімін. Жалпы қадағалайсыз ба? Сол 8 түрлі ұлт өкіліне патриоттық әндерді ана тілінде шырқатып. Республикадан 3-ші орын алуға мүмкіндік жасаған себепкер болған, ол менің жетекшім болатын. Сондықтан Қанша тефтели бересіздер балдар? Бүгін тефтели болды ма? Жұма күні ма? Қанша тефтели бересіздер балдарға? Екеуі бересіздер ма? Жұма күнгі менюді көрсек болады? Тефтели, а? Балдарға 2 тефтелиден осылай бересіз бе тамақ? Бірінші мамыр лицейі бойынша 700 бала тамақтанады. Барлығы жағдай жасалған. Барлығы жеткілікті. Азық-түлікті уақытымен алып келеді. Күнделікті мейірбекет араласа қойдымыз, қадағалап тұрмыз. Келіп тамақтың салмағын, дәмін. Қазіргі мектепте 1800-дей оқушы біліммен қамтамасыз етіледі. Оның жағынан асханасын көрдіңіздер. 700 баладан аса тамақтанады. Мен бойынша мектеп мына қазір біз тұрған жеріміз 2018 жылы берген жаңа корпус. Мектеп негізі 3 корпустан тұрады. Қазіргі таңда мектепте 17 ұлт өкілі білім алуда. 220 мұғалім бар. Былайша айтқанда мектеп оданында беткөстер бір мектеп болып саналады. Түрлі олимпиадаларға қатысамыз. Мұғалімдер арасындағы жарыстарға, оқушыларымыз республикаға дейін орындарға. Спорт бұрышы Азия чемпионы өткенде жарысты. Енді олимпиада ойындарына қатысамыз. Осындай жаңағыдай түлектер келіп өзінің інілеріне, қарындастарына көптеген өздерінің жетістіктерін айтып, тәрбиелік мәні бар жиналыстар болады, осыған қатысады. Мына жерде өзіміздің оқушыларымыз көптеген республикалық жарыстарға барып, жүлделі орындарды алған оқушыларымыз. Біздің мақтанышымыз. Меня зовут Ван Раван, по нации я китаец, я учусь в 11 классе, с 1 класса у меня только пятерки, я иду на золотую медаль. В спорте я тоже добился немало успехов. Я занимал по муай-тай второе место в области, занимал 3 место по Туркестанской области по Ушу Саньда. Ездил на областные соревнования пауэрлифтинга, также занимал 2 место там. Школа мне очень нравится, получается я проживаю в Рычмамыр с рождения и хожу в школу Рычмамыр. Осы күнге дейін ұстаздарымыздың дайындығының арқасында көптеген олимпиадалар мен жарыстарға белсене қатыстым. Соның ішінде айта өтетін болсам, ғылыми жобаларға қатыстым. 6 сыныптан бастап осы ғылыми жобаларды қорғап, облыстық деңгейге дейін 2-3 орында жүлделі орындардың иегерлері атандым. Осы жылы биология пәнінен аудандық олимпиадада жүлделі орынның иегері атандым. Сонымен қатар осы 11 сыныптың аяқталғанда жылдық нәтижеде өте жақсы деңгейге аяқтауды жоспарлап отырмын. Сонымен қатар алтын белгіге үміткер оқушылардың бірімін. Мен қатысатын спорт түрім волейбол. Мен волейболға 4 сыныптан бері қатысамын. Үлкен ойындарға да шығып, өзіміздің мектебіміздің атын танытқан болатынбыз. Мен алтын белгіге үміткермін. Көптеген олимпиадалардан жүлделі орындалмай қайтқан болатынмын. Осы уақыт ішінде оқушыларды аудан аралық жарыстарға апарып, көптеген жарыстарда орындар алдық, жүлделі орындар алдық. Биыл 2024 жылдың соңында, желтоқсан айында облыстық байқауда үздік алғашқы әскери дайындық пән мұғалімі жарысында жүлделі 1-ші орын алдым. Одан кейін республикалық байқауға барып, жүлделі 3-ші орын алып қайттым сол жерден. Осы уақытқа дейін осы мектептегі сабақ берген мұғалімдердің арқасында ойлаймын негізінде көбінде. Мектепке келгенде жалпы 8 түрлі ұлт өкілі біздің мектепте білім алады. Соған байланысты мен оқушыларды қазіргі елбасшымыздың қолдауы бойынша, біртұтас тәрбие бағыты бойынша ана тілге құрмет көрсетуді қолға алып, мен оқушыларыма сол 8 түрлі ұлт өкіліне патриоттық әндерді ана тілінде шырқату арқылы мен жүзеге асырдым. Сол жобамды облыста қорғап шықтым. Аллаға шүкір.
жобам сәтті шығып, менің еңбегімде келіп, облыста 2-ші орынды иелендім. Республикалық махамбет оқуларына қатысып, жүлделі 3-ші орынды иелендім. Бұған ең бір себепші болған ол менің жетекшім Сахова Айгүл Жакуповна болатын. Ол мені осы махамбет оқуларына тартып, бағымды сынап көретін. Мен негізі қызыға бермейтінмін әдебиетке, бірақ менің алғаш қызығушылығымды арттырып, республикадан 3-ші орын алуға мүмкіндік жасаған себепкер болған ол менің жетекшім болатын. Сондықтан мен жетекшіме көп алғыс айтамын. Жалпы осы республикалық мен ойламадым республикаға шығамын деген ойда, бірақ аудан, облыс, кейіннен республика болғаннан кейін мен өз дарыныма сендім. Және мен әр уақыт осыны ұмытпаймын, және әр уақыт жетекшіме рахмет айтамын. Енді алдағы уақытта, алдағы мақсатта өзіңізге кім болуды армандайсыз? Мен мұғалім болуды армандаймын. Негізі математика мұғалімі болғанын ұнатамын. Математика пәніне қызығушылығым артады, бірақ алдағы уақытта 11-ші сыныпқа дейін, мен қазір 7-ші сыныппын ғой, 11-ші сыныпқа дейін басқа мамандық түрлерде болуы мүмкін. Негізі бірақ мақсатым мұғалім болу. Мұғалім болу керек дейсіз. Иә. Қазіргі таңда бізде 649 оқушы бар. Даярлық 2 топ, одан бөлек 30 бала. Бізде 2 ауысымда сабақ өтеді. Мектеп орыс, қазақ тілінде, 2 тілде білім береміз. Жалпы бізде қазір оқушылар, бастауыш сыныптың оқушылар 100% тамақпен қамтылған, 255 оқушы. 3 оқушы әлеуметтік статусына байланысты тамақ беріледі асхананың есебінен. Жалпы мектептің жылуы, мектептің материалдық базасы жақсы деуге болады. Толыққанды кабинеттер жабдықталған, жылу уақытылы газбен толтыратын жылытылады. Қазіргі таңда білім сапасы бізде 55 балды құрап тұр. Қазір 2-ші тоқсан қорытындысы бойынша оқу процесіне ешқандай кедергі жоқ. Мектеп қалып жұмыс жасауда.